Дәмді арнаға қош келдіңіздер. Бүгін дайындайтынымыз ірімшік қосылған тәтті тоқаштар. Ол үшін бізге керегі ірімшік. Менде 5% құрғақ және ірі ірімшіктер. Ірімшікке ас содасы қасықтың ұшында. Жарты шай қасық тұз, толтырмай. Одан кейін 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ірімшікті езіп болғаннан кейін комнатный температурадағы сары майды саламыз. Одан кейін сгущенка. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Оған қопсықышты салдым да араластырдым. Ұнды 2 бөліп саламыз. Ұнды салдым, одан кейін араластырамыз. Оның 2-ші бөлігін саламыз. Жақсылап қасықпен араластырамыз. Одан кейін қолмен араластырамыз. Соңында жақсылап илейміз. Осында жұмсақ болу керек. Жұмсақ қамырды илейтін дастарханымызға түсіреміз. Форма береміз қамырымызға. Үстіне кішкене оны сеуіп, қамырды 4-ке бөлеміз. Төртке бөлген қамырды әр бөлігін осындай қылып дөңгелетеміз. Колбасаның формасына береміз. Сосын бірнеше бөлікке бөлеміз. Әр бөлігі шамамен жаңғақтың көлемінде болу керек. Қолмен дөңгелетеміз. Жабысқақ болса, кішкене ұн сеуіп айналдырамыз. Осындай дөңгелек тоқаштар болу керек. Енді майды қатты қыздырып аламыз. Қатты қыздырып болғаннан кейін кішкене астын баяу отамыз. Орташа отқа қоямыз. Одан кейін бауырсақтарымызды біртіндеп салып, сатып пісіреміз. Орташа қоюдың себебі өйткені ортасы піспей қалуы мүмкін. Қызарып болған тоқаштарды осындай сеткамен алып шығамыз. Сетамен. Ыдыстың түбіне бумажный полотенце салыңыз. Сол кезде тоқаштың бойындағы майды жақсы сіңіріп алады. Осындай дәмді, тәтті, өте жұмсақ тоқаштар шығады. Істеп көріңіздер. Шайларыңыз дәмді болсын.